Достар, уағнини бифадлика деген сөздің айналасында қазір бір терең разбор жасап жүрсек, қолымыздан келгенше. Пайғамбар саллаллаху алейхи үйреткен дұға бар. Сол жерде мынандай жалпы дұға өзі кең, соның ішінде бір сөз бар да, уағнини бифадлика дейді. Яғни мені ғани, яғни байлыққа бөлеші бифадлика, өзіңнің кеңшілігің арқылы, фадлің арқылы. Енді бұл жерде қараңыз, мынандай түсінікті. Допустим, адамда бір запрос болады, қаржылай запрос, белгілі бір сумманы тапсам, белгілі бір міндеттемемді орындасам деген сияқты. И сол жерде біз өте қатты түсінуіміз керек дүние мынандай: байлыққа біріншіден бөлейтін Аллах тағала. Сол үшін уағнини деп келеді, яғни Алланың тарапынан адам бөленеді байлыққа. Бірінші нәрсе, яғни сен таппайсың байлықты, сен өз себебімен байлықты өндірмейсің. Енді бұл бірінші түсінік. Екінші бифадлика. Жалпы би деген түсінік араб тілінде бисмилля деп айтамыз ғой. Бұл Аллахым сенің есімдерің арқылы деген мағына береді. Бұл жерде де байлықты бифадлика, сенің кеңшілігің арқылы берші деген. Не себепті? Өйткені бұл адамның басындағы өте ауыр бір сұрақты шешеді. Қандай сұрақты? Мен үлкен қаржылай мақсатқа жеткім келеді, белгілі бір табысты тапқым келеді, белгілі бір қаржылай міндеттемелерімді орындағым келеді. Сол кезде мен ойлаймын, қандай себеп мен жасауым керек, мен не істеуім керек, мен неден бастауым керек, чтобы мен сол мақсатыма жете алатындай, чтобы мен сол сумманы игере алатындай деп. Егер де сіз әрқашан, мысалға сізге 100 миллион керек деп айтайық, 50 миллион, разница жоқ, қандай сумма болса да, ол даже миллион теңге, 100 мың теңге болса да, негізі адам баласы бір нәрсені түсіну керек. Қандай сумма болсын, болмасын, оны адам өзінің еңбегі арқылы таба алмайды. Өйткені өзіңізге бір ғана сұрақты қойыңызшы. Осы уақытқа дейін сондай ситуациялар негізі бәріміздің басымыздан өткен. Белгілі бір уақыттарда мүмкін біз жақсы табыс тауып жүрдік, но бір уақыт болады, ештеңе өнбей қалады, жүрмей қалады. Сол кезде сен тіпті 1000 теңге, 10.000 теңге таба алмай қаласың. Ондай ситуациялар болған шығар. Бұрынғы жасап жүрген себептеріңіз жасайсыз, күшіңізді саласыз, себептің себептерін жасайсыз, бірақ нәтиже өнбейді. Осы кезде біз бір нәрсені түсінуіміз қажет. Жалпы нәтижені өндіруші, жасаушы ол біз емес. Бірақ біз әрекетімізді жасауымыз керек. Осы жерде адамның басында мынандай бір ступор пайда болады ғой. Алла себебін жаса деп айтты, сол мақсатына жету үшін. Бірақ ол себебі нәтижеге әсер етпейді. Аллах оны береді деген кезде, қалай бұл жерде мен не істеймін деген кезде, дәл осы дұға негізі біздің сол үлкен сұрағымызға жауап береді. Бұның бір екінші қыры бар, қазір тақырыпқа қайтып келеміз. Адам егерде өзінің себебіне, өзінің күшіне, өзінің қабілетіне салатын болса, кейде ол қорқып ойланып қалады. Мен сондай сумманы табуым үшін, сондай міндеттемеме жетуім үшін мен қандай себеп жасауым керек, мен қандай іспен айналысуым керек, чтобы сондай сумма маған келу үшін деп, ол уже тартыншақтап қорқынып қалады. Өйткені ана мақсаты, жеткісі келетін суммасы оған таудай көрінеді. Таудай көрінеді. А ол оны уже сол жақта игере алмай тұрады. Себептеріне қарай, жасайтын себептері, ол явно ондай сумма алып келмейтін, андай қорқынып біліп тұрады өзі. Мен нан жазсам, ол максимум может маған 500 мың теңге, 600 мың теңге алып келетін шығар. А маған жету керек сумма ол бірнеше миллиондар. То есть себебін алды, нәтижемен салыстырды. Жету керек нәтижесі тау болып тұр. Орындау керек міндеті тау болып тұр. Жасайтын себебі тас болып тұр жанында. Осы жерде адам қорқады. И сұраққа жауап бере алмайды, мен не істеймін деген, неден бастаймын деген. Осы жерде біз бір нәрсені түсінеміз. Қандай нәрсені? Жалпы нәтиже, байлық, кеңшілік деген тек қана Алланың тарапынан болады. Мен өз себебімен оны өндіре алмаймын. Сол үшін байлық, кеңшілікке сенің нең арқылы, фадлің, кеңшілігің арқылы бөлеші деп жатыр да. Сонда былай, біз белгілі бір себептерді, оны біз парызымыз деп алайық, біздің міндеттемелеріміз деп алайық. Сол міндеттемелерді орындаған кезде маған негізі сол міндеттемелеріме сай, мен орындап жатқан парыздарыма сай, мен орындап жатқан себептеріме сай нәтиже келмейді негізі. Нәтиже әрқашан менің себебіме қатысты емес, нәтиже Алланың кеңшілігіне қарай келеді. Сондықтан сіз өзіңіздің жасап жатқан себептерге салсаңыз, всегда тастай ғана, кішкентай ғана нәрсе келетін сияқты көрінеді. Сол себепті сіз не істейсіз? Мен жасайтын тастай ғана, бірақ беріледі әрқашан. Мына құлым не жасап жатыр деп емес. Алла өзі қандай? Ол кәрим. Ол қандай? Ол әкрам, ол жомарт, аса жомарт. Және ол фадл деген сыфат бар. Фадл деген саған қажетті нормадан артығымен, яғни больше, чем ты заслуживаешь деген өзінің сыфатына сай береді әрқашан. Нәтиже солай келеді.
яғни менің себебіме қарап емес, оның кеңшілігіне қарай келеді деген нәрсені біз түсінеміз. Түсінген кезде бірінші бізде бір успокоение болады. Мен жасап жүрген тастайда нәрсені мен жасай беруім керек, кішкентай болса да. Өйткені келеді ол Алладан, оның кеңшілігіне сай, соның нормасына қарай келеді, менің нормама қарай емес деп біз осыны бірінші түсінеміз да. И осы жерде екінші сұрақ пайда болады. Ал енді мен жасайтын себептер, мен жасауым керек міндеттемелер ол не? Мен не істеуім керек деген. Аллах тағала бізге былай айтады. Сен мен бұйырған істерден табыл. Ал саған берілетін нәтиже бұл менің фаділіма, кеңшілігіме қарай дейді. Яғни бізді бір нүктеге қайтарып жатыр. Біз жасауымыз керек нәрсеге қарай. Өзіміздің кішігірім біз шеңберіміз бар, біз соның ішінде қайнауымыз керек та. Оны біз былай түсіндірейік. Қараңыз, адамның өзінің шеңбері бар. Оны не деп айтамыз? Әсер ету шеңбері дейміз, сосын міндеттемелер. Парыз, міндеттемелер, шеңбер деп айтамыз. Біз осының ішінде не істейміз? Қайнаймыз, жұмысымызды жасаймыз. Ал нәтиже бұл осы шеңбердің сыртында. Егер де біз бағанағындай себептерімізге сенсек, мен қандай себеп жасауым керек сондай ұлы мақсаттарға жетуім үшін деген сұрақты қойып кететін болсақ, біз нәтижеге қараймыз да не істейміз? Бізде уайым пайда болады. Сол себепті мына нәрсені фокустан алып тастаймыз, өйткені бұл сұрақ уже жабылып кетті. Қандай нәрсемен? Бұны Алла әрқашан өзінің кеңшілігіне қарай береді, менің себептеріме қарай емес дегенмен жабылып кетеді. Мен сұрақ қоямын енді. Менің қайнауым керек шеңберім бар. Ол не? Неден бастаймын? Мен не істеймін деген. Бұл жерде қараңыз, Құдай тағала бізге не істеген? Бізге белгілі бір рөлдер берген. Осы рөлдерді сіз не деп қараңыз? Сіздің парызыңыз деп қараңызшы. Құдай бұйырған. Осы нәрсемен шұғылдануға, осы нәрсемен ауруға, осы жақта қайнауға бұйырған бізге. Сол себепті сізге белгілі бір уақыт беріледі күніне, белгілі бір энергия беріледі. Егер де мен болашаққа уайымдасам, менің уайымым сол жаққа кетіп қалады да, ресурсым бәрі не істейді? Шашырап қалады. И мен мына міндеттеріме жетпей қалам, таусылып қалам. Рөлдер бұзылады бұл жерде. Құдайдың территориясына кіріп кеткен болып есептелемін. Сондықтан мен ол жаққа бармаймын, бұл сұрақты жауап тастадым. Енді уақытым мен энергиямды мен не істеуім керек? Мына рөлдеріме бөлуім керек. Рөл дегенді басыңызда былай алып алыңызшы, өзіңізге тең парыз деп. Өйткені көбінесе бізде парыз десе 5 уақыт намаз дегенмен ғана шектеліп қаламыз да. Құдай бұйырған нәрсе парызда 5 уақыт намаз. Бірақ негізі парыз деген бұл өте кеңірек қарайтын нәрсе. Осы жерде рөлдер, мысалы ең бірінші, например, Құдайдың құлы деген. Бұл мысал келтіріп жатырмын. Әркімнің өзінің рөлі бар. 4-7 рөл шығады да. Екіншісі, мысалға мен перзентпін. Әке шешеңіз бар болса, бұл өмірде сіз өте бақыттысыз и перзент деген рөліңіз бар. Үшіншісі, например, сіз жұбайсыз. Яғни сіздің жұбайыңыз бар. Сосын әке немесе шеше, әке немесе шеше. Төртіншісі, мысалы айтайық, сіз кәсіпкерсіз, болмаса бір мемлекеттік қызметкер деп айтайық, бір жерде жұмыс жасайсыз. Міне менде 4 рөл шықты примерно. Енді мен не істеймін? Мен осы нәрсемен шұғылдануым керек. Қалай? Бірден технологиясын айтайық. Бізде өзі күндік жоспары, апталық, айлық деп кете береді. Күндікті ғана жоспарлайтын болсаңыз, андай, бұл слишком қысқа уақытта кең ала алмай қаласыз. Айлықты жоспарласаңыз, айлық кішкене ол ұзақтау болып кетеді да. Сондықтан біз аптаны аламыз. Аптаны аламыз да, былай 7 күнге бөліп тастайық. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Міне менің 7 күнім бар. Сөйтемін да мен не істеймін? Осылай бір линияға бөлем. Мынау менің әсер ету шеңберім, Құдай бұйырған шеңбер. Осымен айналыс деп, сыртына шықпа деді. Құдайдың құлы ретінде мысал келтірейін. Мен понедельник и четверг күнде, например, ораза ұстаймын. Сразу уақытын, задачамды белгілеп аламын. Google календарыңыз болса, Google календарға кіресіз сразу. Перзент ретінде айталық, анашым айтты маған вторник күні мен осы жаққа апарып келші деді, мысал ретінде. Сосын пятница күні мына жаққа кіріп шығайық деді. Мен оны жазып алдым уақытын, 17:00 деген сияқты. Сосын Құдайдың құлы ретінде мен жұма намазға барамын деп белгілеймін өзіме. Сразу все, уақыт зафиксированный. Сосын жұбай ретінде айталық понедельник күні мен жұбаймен осылай уақыт өткіземін дедім. Там әке ретінде мен среда күні мынандай бір кружокқа апарамын, пятница күні мынандай бір кружокқа апарамын, осындай уақыт өткіземін дедім. Кәсіпкер ретінде немесе қызметкер ретінде вторник жасайтын мынандай кездесуім бар, четверг жасайтын мынандай жұмысым бар дедім да мен не істедім? Бүкіл өзімнің Құдай тағала бұйырған парыздарымды мына жаққа каждый күнге салдым. Осы жерде Шарқ сүресінде айтылғандай, бір істі бітірсең, дереу келесісіне көш дегенде мен осында орындай аламын. Енді бүгін дальше не істеймін, қалай істеймін деген сияқты уайым болмайды. Көбінесе уайым неден туады? Уайым неопределенностьтен туады. Сен өзіңнің міндеттемелерін біріншіден білмейсің, нақты немен айналысуың керек. Одан кейін ол сенде неотраженный, сенде планда жоқ та. Бір істі бітірсең, келесі қандай деген нәрсеге тоже ойланып отыру мүмкін. Бұл уже энергияны алып кетеді. Сондықтан менде міне аптаға өзімнің жоспарларым бөлінген.
осының 50% уже орындалса, негізі сіз көресіз бұның ләззатын, дәмін, кереметтілігін осы жақта сезесіз. Өйткені сіз өзіңіздің құл деген рөлге түстіңіз да, сізге бұйырылған парыздар, міндеттерді орындауға кірдіңіз. Осыны жасап жатасыз да, бағанағы нәрсені әрқашан есте сақтайсыз. Раббым, мен сен бұйырған нәрсені жасап жатырмын. Нәтижесі менің бұл себебіме қарай келмейді. Нәтиже сенің Кәрим, Әкрам деген сипаттарыңа қарай келеді. Сен нәтижені сол өзің сипатыңа салып бересің дейіпті. Не істеймін, мен задачаны орындаймын, бірден басымды шығарып тастаймын. Болды, Аллаға тапсырып тастадым. Осы жерде тәуекел де бар. Осы жерде құлдың рөлінде болу деген де бар. Осы жерде Аллаға тапсырып, разылық деп айтайықшы, бір спокойный состояниеда болу да бар. Енді осының барлығын бір жинақтайтын болсақ, бұл бізге не береді? Біріншіден, құлдың рөліне түсесіз, өзіңіздің орындау керек нәрсеңізді орындайсыз. Орындау барысында сіз уайымдамайсыз. Енді мен жасадым, мен ойлаған нәрсе бола ма деп, өйткені бір нәрсені миыңызға құя бересіз. Қандай нәрсені? Уағыннени бифадлика, кеңшілігіңе, байлығыңа, өзіңнің фадлың, кеңшілігің арқылы бөліп тасташы. Байлыққа кеңшілігің арқылы бөліп тасташы. Мен қолымнан келетіні тастай ғана себептер, сенің беретінің таудай деген нәрсемен мен өмір сүре аламын. Яғни Құдайдың бұйрығын құл болып өзіңдікін жаса, ал нәтиже ол менен деген бұйрықты сіз осылай іске непосредственно асыра аласыз. Бір кішігірім лайфхак, чек-лист десем болады. Осыны іске асырып көріңіз.